өз үйінде еленбей, сен ештеңе істей алмайсың, қолынан ештеңе келмейді деген ол қыздар, олар қоғамда да ең соңында жүреді. Менің әкем бір құлағы жоқ Шұнақ Алайдар деген кісі болды. Карнаухи Алайдар деп айтатын елді. 19 жасында представитель колхоза, мұғалім, агроном, грузчик, водитель, бар жұмысты өзі істеген. Ұзақ уақыт тұрмысқа шықпағанымда содан сильная женщина болайын, бір күшті әйел болайын, көшбасшы болайын деп болған жоқпын. Менің жолдасым академияның библиотекасының бәрін оқыған, өте көзі ашық, сондай эрудит, сондай бір көркем мінезді сондай жігіт болды. Сондай текті жер болды, текті. Менің үлкен атамыз біздің Қарынбай деген Жетісуды ұстап тұрған бай кісі болған. Мен 2 рет тұрмысқа шықтым, бірақ бір адамға, өзімнің жолдасыма, сізді ренжіткен адам ең мықты адам сіздің өміріңізде. Өйткені ол сізді пісіреді, сізді стресске устойчивый қылады, сізді кәдімгі жеңіскер қылып шығарады. Банк менен бәрін тартып алды. 2 баламен далада қалдым деп айтуға болады. Азаматым екеуміз. Әже, кәсіпкер, халықаралық дәрежедегі коуч Шолпан ханым бүгін біздің жобамызға қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум, бәріңізді қош көрдік. Шақырып сенің білдіргендеріңізге көп рахмет. Қолдан келгенше оймен, сөзбен пайдалы болуға тырысайық. Сондай бір жақсы сұхбат болсын. Шолпан ханым, сіз аналықтың жылуы, әжеліктің даналығы, іскерліктің күшісіз. Осы болмысыңыздың түп қазығы қайда жатыр? Қандай сіз анасыз, қандай келін болдыңыз, қандай отбасында өстіңіз? Балалық шаққа кішкене қайта оралсақ. Мен енді қарапайым қазақ отбасында дүниеге келдім. Әкем складта жұмыс жасады, анам жұмыс жасаған адам емес, үнемі үйде отыратын, өйткені енесі болды. Енесі азаматымен 44 жыл отасты. Енем папам қайтқаннан кейін де енесі менің әжем ұзақ уақыт өмір сүрді. Сондықтан мамам үйде болды. Бала көп. Қарапайым отбасында дүниеге келдім. Мен үйдің кенжесі болдым. Енді апаларым еңбекке баулыған, сондай бәрін істейтіндер болды да, мен көбінесе кітап оқитын болдым. Кітапқа құмар болдым. Мен де сіз сияқты журналист болғым келді. Сондай арманмен Қазақстан пионеріне үнемі мақалалар жазып жүретінмін. Менің мақалаларым үнемі жарияланатын. Сондай бір қалай деп айтсам болады, жаңағы жақсылыққа құмар, кітапты көп оқитын. Ол кезде басқа ақпарат жоқ қой, тек қана кітап. Және апам, Мереке деген апам, ол кісі екеуміз киіз үйде көп болдық. Жаңағы 12 жыл, 12 айдың бір 6-7 айын мен киіз үйде өстім деп айтуыма болады. Сол апам 3-4-ке дейін бір кітап оқиды. Мысалы, Махаббат мол жылдар. Содан кейін апамның ұйықтағанын күтіп жатам. Апам ұйықтағаннан кейін барып жаңа кітапты алып, сол кітапты мен таңғы сағат 6-7-ге дейін оқыған күндерім болды. Сондықтан мынандай фантазиям, ой өрісім, ойлау қабілетім енді кітап деген адамды қатты айтады ғой. Кітапты оқыған адам тамшыдан теңіз құрайды, жапырақтан орман құрайды. Сөйлеп білген адам, сөз қоры бай адам, ол деген кез келген жағдайдан кәдімгі кез келген жағдайды қорытып біледі, түсініп біледі, одан түйін жасап біледі, және оны жеткізіп біледі. Менде сондай бір қабілет сол кітаптың арқасында қалыптасты деп айта аламын. Және ата-анамның маған деген шексіз махаббаты болды. Менің бүгінгі таңда осындай болып отырғаным, осындай дәрежеге жеткенім, қиындыққа сынбағаным, ол ата-анамның ең бірінші еңбегі деп ойлаймын. Ол менің де еңбегім емес. Менің бойыма бала кезден құйған сондай ұстанымдары, берген тәрбиесі және махаббатқа толы, бір құрметке толы маған деген қарым-қатынасы. Өкінішке орай көп отбасыда балаға жұмсай салатын, шақыра салатын адам ретінде қарайды. Баланы жеке тұлға ретінде қабылдамайды. Менің анам 5-ші сыныпта менің сыныптастарыма сіз деп сөйлейтін еді. Сіз деп сөйлейтін еді. Бізді жеке тұлға ретінде қабылдайтын, бізді өте қатты сыйлайтын. Өз үйінде сыйланған, құрметтелген бала, ол қоғамда міндетті түрде құрметке ие болады. Өз үйінде еленбей, сен ештеңе істей алмайсың, қолынан ештеңе келмейді деген ол қыздар, олар қоғамда да ең соңында жүреді. Сондықтан ата-аналарға айтатыным, және менде ойыншық болған жоқ. Менде ойыншық болмаған.
бала ретінде мен енді соғыстан кейінгі туылған адаммын ғой, 68 жылғымын. Қазір 64-те, осы биыл. Менде ойыншық болған жоқ, бірақ сол ойыншықтың жоқтығын маған кітаппен ата-анамның үлкен құрметпен берген қарым-қатынасы. Олар менің қасымда 24 сағат отырды деп айта алмаймын, бірақ олар менімен 15 минут сөйлессе де өте сапалы түрде сөйлесетін. Сондықтан менің ата-анамның берген сондай үлкен әдемі тәрбиесінің арқасында мен өзі кіші жүз Тамаруының қызымын, жолдасым ұлы жүз Ысты. Енді сондай кіші жүздердің өздері сондай воинственный болады ғой. Папам сондай кісі еді, мал тапқыш, жан-жағын қамтып жүретін. Менің әкем бір құлағы жоқ Шұнақ Алайдар деген кісі болды. Карнаухи Алайдар деп айтатын елде. Сол кісі соғысқа бармаған. Оның інілерінің бәрін ағаларын алып кеткенде ол кісі қалып қалған. 19 жасында представитель колхоза, мұғалім, агроном, грузчик, водитель бар жұмысты өзі істеген. И сол папам сол өзі оқымай көп бауыры соғыстан қайтпай қалды. Сол бауырлардың бәрінің балаларын Россияда, Омскіда, Орынборда оқытқан ғой. Бәрі ол кезде ең престижный профессия мұғалім ғой. Бәрі мұғалім болған, а өзі оқымай қалған. Сол бауырларын оқытам деп бар күшін, ақшасын соған салғанда, сол әкемдің жүрегі кең адам еді, кең. Ал енді кез келген ер азаматтың бойында бар жаңағы кемшіліктер менің де әкемде болды. Бірақ анамның ақылдылығының, парасаттылығының арқасында біз соның біреуін білмей кеттік. 44 жыл отасқанда бізге балаларға бірде-бір ұрысын, керісін көрсеткен жоқ. Не айтса да өздерінің жататын бөлмелерінде айтылатын, а бізге уже күліп шығатын. Сондықтан мен өзім өте үлкен тәрбие алдым деп ойлаймын. Қалай деп айтсам болады, қазақ елінің құндылығы сақталған отбасында тәрбиелендім. Және жаңа заманауи заманға бейімделген, жақсылыққа құмар, жақсылыққа құлшыныс берген, жақсылыққа ашық, дайын болған отбасында тәрбиелендім. Бүгінге дейін соның мен жемісін жеп жатырмын. Жақсы әке жаман балаға 40 жыл азық болады дейді. Аллаға сансыз шүкір деп айтамын. Анаңыз неше құрсақ көтерді? Анам 10 құрсақ көтерді. 5 ұл 5 қыз. 5 ұл 5 қыздың 3 ұлы ерте кетіп қалды. Ерте осы нәресте күйінде кетіп қалды. 2 ұл қалды. Бірақ ол 2 ұлда біреуі 24-те, біреуі 27-те кетті. Ерте кетті. Сондықтан әр үйде бір ер азаматтың мойнында жауапкершілік болады ғой. Әкем де ерте кетті, соның бәрі менің мойныма түсті. Бәрі менің мойныма түсті деп айта алмаймын. Әр апамның өзінің орны бар. Бірақ мен кіші болғаннан кейін ұзақ уақыт тұрмысқа шықпағанымда содан бауырымның балаларына қарайлап, үлкен бауырымның баласына, кіші бауырымның бәріміз бірдей қарайладық қой. Бірақ сонда да мен мамам өзі маған қатты тапсырды сол балаларды, соған мен қарайлап қалдым. Сондықтан мен кішкене өжеттілігім, алғырлығым, жаңағы предпринимательская жилка дейді ғой, анандай кәсіпкерлігімде соған мен бір ондай болайыншы, бір мен сондай сильная женщина болайын, бір күшті әйел болайын, көшбасшы болайын деп болған жоқпын. Сол отбасымнан қалған әдет менің мойнымда қалып қалды да, и сонымен мен біраз осы уақытқа дейін келдім. Бірақ өзім уже тұрмысқа шыққанда ондай орыс қолдау, Алматыда тұратын менің ата енем Дінмұхамед Ахметұлы қазақтың мыңға бір туар азаматының апасы 3-ші этажда, менің енем 2-ші этажда тұрды. Сонда ана кісілердің қарапайымдылығын айтам. Жаңағы Дінмұхамед атамыздың апасының аты Амина, сол кісі айтады екен. Менің енем атына Майя, маған дүкенге бара жатсың ғой, маған докторский колбаса ала салшы деп. Сондай қарапайым болғанында, қараңыз, генеральный секретарь, қазіргі президент қой, сондай қазір енді мынандай кордондар тұрады ғой, президент тұрмақ, президенттің туысқанына жетуге. Сонда адамдардың қарапайымдылығын айтам. Менің жолдасым академияның библиотекасының бәрін оқыған, өте көзі ашық, сондай эрудит, сондай бір көркем мінезді сондай жігіт болды. Бірақ сондай орыс болып кеткен, орыс қол болып кеткен сондай. Мен тұрмысқа шыққанда ол кісі қазақша өте аз білетін еді. Содан енді мен тұрмысқа шықтым, бөпелі болдым. Одан кейін мамам қатты ауырды. Содан енді мамамның қолына барып тұрайық деп жолдасыма ұсыныс айтқанда, жолдасым соны қабылдады. Алматыны, достарын, жұмысын тастап, сол анау провинциальный Жамбыл облысы Жаңатас қаласына екеуміз барып бірге тұрдық. Ол екінің бірінің қолынан келе бермеді. Менің анама қарау.
және ол менен де жақсы қарады. Мен өте сондай жүрегі кең жігіт еді. Сонда менің жаңағы Мереке деген апамның жолдасы, ол кісі қатты орысша білмейді. Содан екеуі жаңағы огородқа кетіп баратқанда менің бақшаға, менің мамам айтып еді, не Дәрбай Әлмұратты қазақша үйретеді, не Әлмұрат Дәрбайды орысша үйретеді деп. Енді келген жерінің мысы басыма менің жолдасым жақсылап қазақша үйренді. Сонда былай деп айтатын, даже мені түзететін: Шолпан, сен не қазақша сөйле, не орысша сөйле деп. Барған жерім өте бір сондай текті жер болды, текті. Менің үлкен атамыз біздің Қарынбай деген Жетісуды ұстап тұрған бай кісі болған. Екі бай кісі, Қарынбай, Медеубай. Сол мына Қарынбайдың күші басым болып, Медеубай атаны кәдімгі тауға апарған ғой, басым. Сол ана таудыға Медеу ущельесі деген содан шыққан. Сондай бір үлкен кісілердің тұқымы менің жолдасым. Аллаға шүкір, бірақ соған қарамастан өздері өте қарапайым, өте жаңағы Қарынбай атаның баласы Өтеген атамызды кәдімгі раскулачивать етіп, байлығының бәрін тартып алып, ол кісінің баласына, Рақымбайға, біздің атамызға, туған атамызға, менің жолдасым туған атасына сын врага деген бір қағаз беріп жіберген ғой. Ол сын врагамен жерге жұмысқа да тұра алмаған. Содан киноларға түседі, Тоғызқұмалақтың председателі болады. Бірақ Дінмұхамед атамыздың жақын досы болады. Ол жақын досы айтқан ғой, сен партияға кір, мен саған бір облысты берейін, көзің ашық дегенде, біздің атамыз былай деп айтқан: менің ата-анамды қырған партияға кіре алмаймын деп. Қараңыз, қандай діні берік адамдар болған, да? Лауазымды, мансапты, ақшаны көздемей, сол өздеріне беріп болып қалған. Сол атаны мен өзім көзім көрді, етімді асып, құран тамағымды беріп сөйтетін. Сонда келгенде маған күлетін: айналайын, қазақтың бір белді келініне ие болдым. Бір келінім орыс, бір келінім кәріс. Құран тамақ оқытатын да адам табылмайтын еді деп, сондай үлкен-үлкен әңгімелерін айтып беретін. Сонан кейін Жамбыл Жабаев атамыз туралы кино бар ғой. Жамбыл Жабаев атамызды Мәскеуге Қазақстанның 10 күндігіне алып барған кино бар. Қалай ана кісі қиналғанын, Косыгиннің алдында, Сталиннің алдында Ленинградский дети моиды шығарғанын. Сол алып барған біздің туған атамыз. Өмірде шынымен алып барған поезда біздің туған атамыз. Сол Жамбыл Жабаев атамыздың бізге жаңағы ұлы дәретке купенің ішінде отырып барам дегенде әңгімелерін айтып берген. Ол кісінің кішкентай қара кісі екенін, ол кісіге кейін біздің атамыз 2 метр кәдімгі сондай жүзі әппақ келген сондай не кісі да. Енді ол кісіні, мен ол кісінің әңгімесін тыңдаған жақсы көретін едім. Көп адам видимо тыңдамайтын болып тұр ғой. Сонда ол айтатын: тыңдалмаған сөз жетім. Сол кісінің әңгімесімен сусындап барған елімде де енді құрметті келіндердің бірі болдым деп есептеймін. Бірақ тұрмыста жүргенде бір қателік жібердім. Мен 2 рет тұрмысқа шықтым, бірақ бір адамға, өзімнің жолдасыма, сол бірінші рет жолдасымды өзгерткім келді. Қазір әйелдердің бәрі азаматтарын өзгерткісі келеді. Енді ертеден кешке дейін жаңағы мужчина не должен быть таким, сен мынандай болуың керек, сен мынандай болуың керек деп. Мен де сондайдың біреуі болдым. Бірақ енді мен жолдасым өте сондай әділ кісі болды. Ол Алматының жігіті, білмейтін заты жоқ, мынау стаканнан ауыр зат көтермеген интеллектуальный жігіт болды да, а мен даланың қызымын. Маған жаңағы қойды сойып тастайтын, ауылдың жаңағы атта шабатын жігіт көргім келді да. Ол вообще түсінбейтін, что я от него хочу. Мен оны түсінбейтінмін. Сколько может этот Битлз слушать деп та. Екеуміз жер мен көк, азаматша ретінде бір-бірімізді жақсы көрді, бірақ екеуміздің әлеміміз екі түрлі болды. Аллаға шүкір. Сонымен екінші рет тұрмысқа шыққанда жолдасымды қабылдадым. Вот қандай бар, сондай қабылдадым. Конфуций деген ғұлама бар, ол сол кісі айтады: если ты хочешь изменить мир вокруг себя, сам стань этим изменением дейді. Мен өзгердім. Мен жолдасымды мамам сияқты сіздеп бастадым. Жолдасымды өзгертуді қойдым, қабылдадым. Амансың ба, бәрі жақсы ма, мен сені жақсы көремін. Жолдасымның жаңа көп білетін үнемі балаларға айтып отырдым, дастарханның басында бақтап отыратын болдым. 1,5 жылдан кейін жолдасым мен қалай көргім келді сондай болды ғой. Бір күні маған келіп былай деп айтты: мен қой сойғым келіп тұр, бірақ үйтіп сойғым келіп тұр деді ғой. Үйтіп даже қазақтар көп қазақ білмейді ғой. Сонда мен түсіндім, менің өзгергенім арқылы Аллажан азаматымды да өзгертіп тұр ғой. Сондықтан әйел адамдарға осы сәтте қалай өзгердіңіз? Бізде қазіргі таңда вот қалаймыз, өзгергенін қалаймыз, бірақ сол әрекет сізде неден басталды? Менде былай болды. Мен өзім түсіндім. Ол әйел адам психологиялық тұрғыда өзімен жұмыс жасау керек. Маған не қымбат? Менің эгом қымбат па? Или менің отбасымның берекесі, бақыты қымбат па?
сұрақ қоя отырып мақсат қандай? Ажырасқың келе ма? Или өмір сүргің келе ма? Балаларыңды әкесіз қалдырғың келе ма? Әкемен болғың келе ма? Сен бұл азаматтың дұрыс болғанын қалайсың ба? Және немесе күнде жаңағы претензия айтып, талап қойып, ренжітіп, плинтустан төмен түсіріп тастағың келе ма? Сен не мақсат? Ол әйел адам білу керек, сенің мына күнделікті айтып отқан әңгімеңнің бір жерге апаратынын. Сонда ғана сен ұлы жобамен алысқа қарасаң ғана сен бір затқа келе аласың. Содан мен өзгеріп бардым. Мен өзімнің мына эгомды түсіріп бастадым. Тәкаппарлық деп айта алмаймын, мен тәкаппар болған жоқпын. Бірақ жаңа мен өзімнің ойымды оған кіргізуге сен мынандай болу керексің деген әңгіменің бәрін доғардым. Мен өзімді тәрбиеледім. Бала сенің айтқаныңды істемейді. Бала көргенін істейді. Сондықтан мен өзімді өзгертіп бастадым. Азаматым соны сезді да, ол да өзгеріп бастады. Енді сіз сыйлап, қараңыз, қарым-қатынаста сіз не саласыз, соны аласыз. Сіз реніш салсаңыз, претензия салсаңыз, критика салсаңыз, үнемі ренжитін сөз талап қойып отырсаңыз, ол да соны сізге қайтарады. Ал егер сіз оны сыйлап бастасаңыз, құрметтеп бастасаңыз, оның ақшасын емес, оның мансабын емес, азамат басын сыйлап бастасаңыз, ол да бір күні бір келіншек маған айтады, апа, мен уже 10 рет сыйладым, ана түк түсініп жатқан жоқ дейді. Мен бір оқушы келіншегім, мен айтам, сіз оны азаматыңыз үшін сыйлап жатсыз. А на самом деле олай болмайды. Сіз азаматыңызды Алланың разылығы үшін сыйлаңыз. Азаматыңыздан ештеңе күтпеңіз. Ол өмір бойы түсінбеуі мүмкін. Мүмкін алған тәрбиесі ма, мүмкін сондай ұстанымы ма, ол түсінбеуі мүмкін. Бірақ азаматын сыйлаған қыз келіншекке Алланың берері. Мен сол кейспін. Мен азаматымды ештеңе күтпей сыйлап бастадым. Одан ақша күткен жоқпын, сыйлық күткен жоқпын. Ол мені сыйлап еркелетеді деп күткен жоқпын. Мен тек қана оны сыйлаумен болдым. Мен үшін балаларының алдында Асқар Тау әкесі болу керек болды. 1,5 жылдан кейін жолдасым өзгеріп бастады. Мен ол кісіден 10 есе көп таптым. Бірақ мен қоғамда табам, қоғамда маған жаңағы мойындатам, дәлелдетем өзім кім екенімді, қоғамда мен атақ алам, даңқ алам, бірақ мен үйге кіргенде мен кәдімгі қарапайым әйел болып кіретінмін. Ол кісі менің даже бірде-бір үлкен жетістігімді білмейді кетті. Даже маған бір күні былай деп айтты, сенің компанияң жақсы екен, қайта-қайта саған машина бере береді деп. Түсіндіңіз бе? Ол даже мен білмейтін қалай жұмыс жасайтынды. Зачем? Үйде мен жолдасымын. Бірақ ол менен 5 есе, 10 есе төмен алса да, сол бір айлығына маған үлкен сыйлық алып келетін. Вот настолько мен оны көтердім, ол мені қуантқысы келетін. Әр азамат өзінің келіншегін бақытты етуге тырысу керек. Егер оның келіншегі бақытсыз болса, ол азаматын ғана емес, оның әке-шешесін, балаларын, итін, күшігін, мысығын да бақытсыз етіп тастайды. Біз әйел адам оны істей аламыз. Мен ішімнен бақытсыз болсам, мен бәрін бақытсыз етіп тастаймын. Ал енді мен ішімде бақытты болсам, мен азаматтың сый құрметін көріп жүрсем, мен бәрін бақытты етемін. Азаматтар оны көп түсіне бермейді. Әйелін тежей береді, соңында әйелін елдің көзінше ұрсып тастайды, төмендетіп тастайды. Оған қорған болудың орнына соны әйел жалғыз қалады. Қоғамда да ұрсып жатады, азаматы да ұрсып жатады, елдің алдында. Соңында ол бар ғой, гүл сияқты сола береді ішінен, бір күні құлайды. Құлаған гүлді көтеру қиын. Или мен айтам, әйел адамнан бәрі не күтеді? Әйел адамнан жапырақ сияқты, жапырақ жайылғанын күтеді. Жаңағы жеміс бергенін күтеді. Ол қалай жеміс береді? Сен оны құймасаң, сен оған минеральный удобрение бермесең. Сондықтан енді мен 100% керемет келін болдым деп айта алмаймын, бірақ өзімнің ата-енем маған баталарын беріп, ризашылығын білдіріп кетті. Солай келін болдым. Енді және қоғамда да өзімді таба білдім, бірақ қоғамға шығып мен осындай болайын деген жоқпын. Басыма қиындық түсті, сол қиындықты жеңу керек болды. Сонда белді буып алып, сол қиындықты жеңем деген күймен көп тірлік жасадым, көп іс-әрекет жасадым, амал жасадым, бірақ жұмысым алға жүрмей қойды. Неліктен? Өйткені мен ойлау қабілетім кедей адамның ойлау қабілеті екен. Мен соны түсіндім. Ой өзгермей, өмір өзгермейді. Сондықтан осы жерде біз тыңдап отырған қыз-келіншектерге, азаматтарға бәріне айтқым келеді. Өмірлеріңізді өзгерткілеріңіз келсе, ең алдымен ойды өзгертіңіздер. Сонда ғана өмірлеріңіз өзгереді. Сіз Тараздан Маңғыстауға көшіп келдіңіздер, иә? Жоқ. Мен Тараздан Алматыға бардым, оқуға түстім. Мен кәдімгі совет өкіметінің нағыз кейіпкерімін. 10 жылдық бітірдім, одан кейін училище бітірдім, одан кейін техникум бітірдім. Техникумға түскенде орыс тілін нашар білдім, бірақ
сол орыс тіліндегі программаны 4 жылдан кейін қызыл дипломға бітіріп шықтым. Орыс қыздарға ерегісіп та, бірақ қазір сол қыздарға рахмет айтамын. Сізді ренжіткен адам ең мықты адам сіздің өміріңізде. Өйткені ол сізді пісіреді, сізді стресске устойчивый қылады, сізді кәдімгі жеңіскер қылып шығарады. Победитель — это тот, кто прошелся по беде и не сломался. Вот сізді пісіретін адамдар, қайрайтын адамдар, олар сізді ақшаға кидать етеді, олар сізді ренжітеді, олар сізге жаман сөз айтады, балағат айтады, сіз туралы өсек айтады. Но ол адамдар сіздің өміріңіздегі ең пайдалы адамдар. Өйткені олар сізді мықты жағыңызды өсіреді. Вот мен сол қызыл дипломға бітірдім, одан кейін нархозды бітірдім, ол кезде өте престижный. Содан кейін тұрмысқа шығып бөпелерімді туып қайтып келген кезде уже СССР жоқ, СССР, Союз Советских Социалистических Республик, уже егеменді Қазақстан. Менің мекемем жоқ. Ол кезде 3 білімі, 3 жоғары білімі бар адамдардың бәрі нарыққа барды, базарға. Мен де бардым базарға. И базардағы бірінші товар маған ақшасы берген ол ішімдік болды, арақ шарап. Мен сол арақ шарапқа кірдім. Техникумда, институтта алған білімді қолданып, аз уақыттың ішінде мықты команда құрдым. Мынандай жүйе құрдым, система құрдым. Поставщиктармен сөйлесіп бастадым. Сөйтіп 1,5-2 жылдың ішінде сізге өтірік маған шын Алматының төрінен Дубок деген жерден 4 уровеньде тұратын үй сатып алдық. Абая, Правда деген жерде Тиграхаут деген рынок бар. Соған қарама-қарсы Микры деген магазиніміз болды, қазір Кимекс, оны да сатып алдық. Үлкен база сатып алдық. 1,5-2 жылдың ішінде өте қатты көтерілдік. Содан кейін бірге істеп жүрген серіктес заводтар маған ұсыныс жасап бастады. Сіз бізден келіп сатып аласыз, үстіне кішкене қосып сатасыз. Біз сізге осылай ақшасы берсек затты, бірақ кредит ретінде оформлять етсек деп. Сол кезде мен өзімнің қаржы жөніндегі сауатсыздығымды енді қазір ол кезде біліп жатырмын ғой, жолдасыма келіп айтып едім, айтты, біз бәрібір ақшаға сатып алып отырмыз ғой, келісейік деді. Сіз түсінесіз ба, 99 жыл маған 5 миллионға арақ шарап берген. 5 миллионға. И біздің үйімізді, дүкенімізді, базамыздың бәрін залог қалады. Мен ол кезде банктың ақшасын алған кезде, мен ақша алған жоқпын ғой, мен дүниемен алдым, товармен алдым. Және оған процент ұрып тұратын білмеген. Қазір халқымыз 30%-ке жылайды, 24-ке. Мен ол кезде 300% годовых алған ғой. Это смерть настоящая в бизнесе. Бірақ ол кезде оны білмейміз. Мәзбіз 5 миллионға бізге зат беріп жатқанына біз ойлаймыз ғой, сатамыз, ақшаны апарамыз деп. Біз шығатын ек ол ситуациядан. 300%-пен де шығатын ек. 45 күннен кейін Храпунов деген Алматының мэрі заң шығарады. Базарлардан арақ шарап сатуға болмайды. Сухой закон. Менің 5 миллионым тұрып қалады. Мен не істеймін деп аналарға жылап барам, олар маған айтады, біздің торговый домға тапсыр дейді. Мен торговый домға барам, олар маған 75 теңгеге алған арақты 45-ке тапсыр дейді. Мен айтам, вы что делаете? Олар айтады, сен сол живой ақшаны айналдырасың деп. И олар бәрін алмайды менен. Кішкентай партиядан алады. Ана партияны апарып, мен банктың процентін төлеймін. В общем, төлейтін де ақша болмады, просрочка кетті, банк менен бәрін тартып алды. 2 баламен далада қалдым деп айтуға болады, азаматым екеуміз. То есть бұл жерде андай рейдерство дейді ғой, рейдерство, бизнес сатып алып. Олар көрді мен 2 жылдың ішінде қалай көтерілгенімді. Бұл кәдімгі жалғыз ғана мен емес шығар, басқа да адамдарға сондай кесір тиген шығар. Бірақ мен оны кейін былай түсіндім. Алланың маған деген махаббатының зоры соншалықты. Енді мен елді өсіретін, өндіретін кәсіп істеген жоқпын ғой. Мен елді бұзатын. Мен бір үйдің азаматына арақ сатып, ол бүкіл отбасының шырқын бұздым. Сонда мен одан ары кетсем қиын болатын еді. Аллажан менің отбасыма тиіспей, денсаулығыма тиіспей, дүниемен сынап тұр ғой мені. Мен оған қатты кейін қуандым. Содан кейін де сол кәсіпке барғым кеп, тез көтерілгім кеп, $1 миллион бизнеспен, содан кейін барып түсіндім да, ең қиын жұмысқа бардым. Сол қиын жұмыста 25 жыл істедім бір компанияда сату жөнінде. Сол жерде $500 мың қарызбен кіріп, 25 жылда пенсияға келіп шыққан кезде мен 62 елдің ішінде топ менеджер номер 1 болдым. Сөйтіп шықтым. 15 мың, $20 мың айлығым болды. Командамда 13 мың адам болды. Бір 4-5 көлік алдым сол компаниядан. Бірақ мен кетем дегенде бәрі түсінбеді. Как 60 жастағы әйел $15 мың тастап кетіп бара жатыр деп. Мен өзімді таңдадым. Сіз айтып отырсыз ғой, журналист. Мен өзімді таңдадым. Мен еліме
қызмет жасап жаңағы 500 мың доллар қарыздан қалай, аналар бәрін менің бар дүниемді алып қойған кезде менің дүниемді соншалықты төмен бағалағаны, что мен еще 500 мың қарыз болып қалдым. Қатты наказывать етті ол кезде. Енді ер адам шыдай алмайтын қиындық. Бірақ Алла жан көтере алатын қиындық береді ол ғой. заманның өзі қиын заман болды. Қазіргі заман мысалы, Да. қазіргі заманмен салыстырғанда. Өте қиын заман болды. Ол жерде выживать ету керек болды кәдімгі да. Ол жерде рэкет бар, бандиттар бар, мына жақтан не бар. Мен даже таңғаламын, қалай Алла жан мені тірі қалдырды деп. Сонымен енді мен жаңа жұмысқа кірдім, бірақ менде жаңағыдай навык болды да, машық дейді ғой қазақша. Мен мықты сататын болдым, білімімді қатты қолдандым. Мен алған білімді қолдана білемін. Көп адам білімді алады, бірақ өмірге енгізбейді да, флешка ұстап жүреді. Флешка, носитель информации. А мен соны қолданып білдім да, и барған компаниямда да аз уақыттың ішінде көп жетістікке жеттім. И олар мені Маңғыстауға директор қылып жіберді. А так мен 21 жыл Алматы қаласында тұрдым, жұмыс жасадым, совет уақытысында, кеңес уақытысында. Сол жерде үлкен мансапқа ие болдым. Ол жерде тұрмысқа шықтым, азаматымды кездестірдім, тұрмысқа шықтым, өпелі болдым. Сол жерде мен кәдімгі үлкендай, қалай деп айтсам болады, бұл жасөспірімнен кәдімгі зерделі адамға жапырағымды жайылып андай қалыптастым. Үлкен адам ретінде қалыптастым. А уже Маңғыстауға келгенде мен жаңа басымда қиындық бар. Маңғыстауға келгенде менде 500 мың доллар қарыз болды. Мен басымды алмай жұмыс жасадым, 10 жыл жұмыс жасадым. Мен сонда ай сайын банкке апаратын ақшаның табылғанына қуанатынмын. Я Аллам, рахмет саған деп. Бірақ анау основной долг қимылдамай тұрады да, 500 мың тұрады. Тек ай сайын 3 мың доллар апарасың сонда. Мен сонда жұмыс табылғанына қуандым. Менің еңбегімді елеп сонда ақша төлеп атқанына қуандым. Басымды алмай жұмыс жасадым. Содан кейін жан-жағыма қарап бастағанда түсіндім, а сколько я буду еще так ходить? И түсіндім, менде бірдеңе өзгерту керек екенін. Сонда түсіндім. Менде ойлау қабілетін кедей адам ойлау қабілеті екен. А сіз ертелі кеш бәрібір ойыңыз қай жерде, сол жерде боласыз. Сондықтан бай болғың келе ма, миллионер болғың келе ма? Миллионердің ойын қалыптастыру керек. Вот мен соны қалыптастырдым, ақшаға деген қарым-қатынасымды өзгерттім. 2,5 жылдың ішінде білімнің арқасында жауып шықтым. Мен қазір сол біліммен бөлісіп жатырмын. Осы сәтте сіз басыңызға қарыз түскен кезде, қиын заман болып жатқан кезде, қарызды құтылумен қатар балдар да өсіп жатыр. Сол мезетте қалай балдардың тәрбиесі, сол сәттерде айта өтсеңіз? Мен енді былай өз отбасымда, өмірімде бір үйде жұмыс жасайтын адам ұстап көрген адам емеспін. Менде бір қалай деп айтсам болады, машық болды 24 сағатты дұрыс бөлу. Дональд Трампта да 24 сағат, Тоқаевта да 24 сағат, сізде 24, менде 24. Біз ол уақытты өзгерте алмаймыз, оны резина қылып соза алмаймыз, оны бүйтіп жауып тастай алмаймыз. Уақыт ол Алланың еншісі, ол біздің еншіміз емес. Бірақ хорошая новость в том, что сол уақытта мен өзімді дұрыс ұйымдастыра алдым. Егер сіз өзіңіздің ақшаңызға көңіліңіз толмаса, өзіңіздің біліміңізді ақшаға айналдыра алмасаңыз, өзіңіздің өміріңізге көңіліңіз толмаса, сіз өзіңізде нашар менеджерсіз. Адамдар оны түсінбейді. Оларға президент кінәлі, әкім кінәлі, енесі кінәлі, бастығы кінәлі, работодатель кінәлі, бәрі кінәлі. А на самом деле сен өзіңнің өміріңді өзің қалыптастыра алмай жүрсің. Өзіңнің өміріңді өзің ұйымдастыра алмай жүрсің. Өзіңнің миыңдағы біліміңнен ақша шығара алмай жүрсің. Мен соны түсіндім. Және мен үйімде балаларымды достаточно қатаң тәрбиеледім. Мен сюсюка кетіп отыратын уақытым болмады. Мен кәдімгі күніне 2 рет сәлем, давай, қош бол. Сәлем, қош бол деген күндерімде болды. Потому что таңнан жұмысқа кетем. Менің балаларым орысша самостоятельный дейді ғой, қазақша өздігінен бар шаруаларын өздері істейтіндей сондай дәрежеде болды. Бірақ мен отбасымда мамам мен папамнан не көрдім, соны істедім. Мен балалармен үлкен адам сияқты сөйлесетінмін. Тұлға ретінде. Қалың қалай, не арманың бар, не істей аласың, бүгін қалай өтті, жаман өтті. Бұл не үшін, сен үшін бұл неге жаман? Маған дәлелдеп беру керек, неге бұл оны жаман деп есептейді. Жақсы. Қазір бізде арсеналда шақсы сөз ғой. Компьютер қарама, тамағың же бар жат. Болды. Содан кейін біз керемет азаматшаны тәрбиелеп, мен бәрін істедім, жұмыс жасадым. Сен неге озат емессің деген талап айтамыз. Қажеттілікті требовать етеміз, талап етеміз. Сен не бердің ол балаға? Екі зат бар.
дамуына, өмірді көруіне, көзқарасын қалыптастыруына. Ал рост за цифры. Сондықтан мен балаларыма айтам, егер сен қазір нашар оқып жүрсең, ертең жұмыста нашар істейсің. Нашар істейтін адамға жақсы ақша төлемейді. Сен соны түсін. Сен қазір ойлама, мен бүйтіп жүріп былай оқи салам деп. Лишь бы зачетты тапсырам, лишь бы институт бітірсем болды, лишь бы үйленсем болды. Өміріңнің сапасы лишь бы болады. Жоқ. Сенің өмірге деген көзқарасың, сенің бағаң, сенің өмірге деген көзқарасыңның айғағы. Сен жақсы оқытың, 5 алдың ба? Ол сенің өмірге деген көзқарасың, өмірге деген сенің құлшынысың. Қараңыз, успех, мен кішкене, мен енді уже 70 жыл орысша, да? Успех следует за отношением, отношения следует за намерением. Көрдіңіз ба? Жетістік сенің қарым-қатынасыңа қарай келеді. А қарым-қатынасың сенің ниетіңе қарай келеді. Мен жаңа жұмысқа ақша табам деп барған жоқпын. Осы жұмысымда қанша адамға көмектесе аламын, не істей аламын, қанша адамға пайдам тие алады. Сен солай ойлап, солай ниет қойсаң, миллиондаған ақша саған келеді. Тек ақша деп жүрген адамға ақша келмейді. Сондықтан мен енді үйде бар жұмысты өзіміз істедік. Бөліп аламыз, әркімде өзінің зона ответственности есть. Мен тамағыма қараймын, ұлы жобамен жаңағы терезелер жуылуына, шторлардың жуылуына, төсектің жуылуына қараймын. Киімді жаңағы балалар өздері жуады, өздері салады, өздері іледі, өздері түктейді, шайды өздері жинайды, сабақты өздері оқиды. Мен есімде бір рет қызым көп уақыт оқитын болды да, балам онша емес. Сонда жолдасым айтты, сен неге мына қызды грузить ете бересің, мына қызда уже балалық шақ жоқ. Сонда менің қызымның айтқан сөзі, мама, папа, менің оқуыма вообще араласпайды деді ғой. Араласпайды. Сіздердің кездеріңіздегі оқу мен біздің кездегі оқу екі түрлі. Бізде қазір программа өте күрделі. Папа, мамаға бекер айтпаңыз деді ғой. Қызым маған араша түсті. Содан мен сізге тағы бір оқиға айтып кетейін. Балам 3 алса, қызымды наказывать ететінмін, жазалайтынмын. Балам 3 алса, қызым өте жауапкершілігі мол болды. Балам енді ол бала ғой. Содан бір күні үшеуміз шай ішіп отырған кезде қызым орысша оқыды, балам қазақша оқыды. Қызым кәдімгі орысша, өзі еще әкесімен орысша сөйлеседі. Соны орнынан тұрды да айтты, мен бір заявление жасағым келіп тұр деді. Кәдімгі. Біз баламыз екеуміз қазақша тәрбие ғой, біз түсінбей қалдық та. Не айтайын деп тұр деп та. И менде сразу тревога, паника сияқты, не айтайын деп тұр деп. Соны айтты, мен бұл үйде тұра алмаймын деп. Бұдан кейін мен бұл үйде тұра алмаймын. Бұл үйде мен тұратындай жағдай жоқ деп. Мен айттым, не бұл? Неше жасында? Қазір айтамын, где-то 7-ші класс оқиды ау. 14-15-те. Бұл үйде деді, үнемі жазаны жауапкершілігі мол адамдарға беріледі деп. А жауапкершілігі жоқ адамдар ешқандай жаза қолданылмайды деп. Бұл тәрбие емес деп тұрып айтты ғой. И мен бірінші рет білмедім не істейтінімді. Бірінші рет. Мен өзімді ақылды адам, тәжірибесі мол адам деп есептейтінмін. Мен білмедім не айтатынымды. Мен кінәлі екенімді сездім. Енді қызым сондай жіктеп тұрып маған сондай әңгіме айтып тұрғанда мен не айтарымды білмедім. Соның алдында ғана біздің отбасымызда мынандай әдет ғұрып болды. Бір аптада бір күн сайлап, балалармен мен киноға барам, спектакльге барам. Содан кейін, одан шыққаннан кейін бәріміз кафеге барып, жаңа фильмді обсуждать етеміз, талқылаймыз. Не ұнады, не ұнамады, неге ұнады, неге сен оны жаман деп есептейсің, оның жақсылығы қай жерде, прям кәдімгідей талқылаймыз. Соның алдында біз «Мои, твои, наши» деген киноға бардық. Ол жерде ер азамат, әйелі қайтыс болған, 7-8 баласы бар. Әйел адам тоже күйеуімен ажырасып кеткен, өзінің 4 баласының үстіне 5 баланы детдомнан алған, онда да 9 бала. Жаңағы әйелдің мынандай үлкен столдың үстінде 9 баланы отырғызады, ортаға бір ағашты қояды, скипетр дейді, жезл. Содан кейін ана әйелде бәріміз бүгін не болды, соны айтуымыз керек. Соны мен біреуге ренішімді бірдеңені айтқым келе ма, жаңа ағашты алып мен сөйлеймін. Мен сөйлеген кезде басқалардың бәрі үндемей отырады. Соны мен қойғаннан кейін барып басқа салады, ана әйелдің тәртібі. Содан кейін бәрі ренішін айтып болады, бір-біріне, мектепте бәрі айтып болғаннан кейін жаңағы әйел айтады, а теперь все встали дейді. Бәрі тұрады, а теперь обнялись дейді. Бәрі құшақтасады. Соны айтады, бүгінгі реніштеріңізді бәрін осы жерде қалдырыңыздар да,
төсектеріңізге қазір әдемі күймен барып, осындай отбасымыздың бірлігін, осындай бір-біріміздің бар екенімізді, бір-біріміздің бар екенімізді құрметтеп, бағалап, бір бақытты күймен ұйқыға кірісіңіздер. Ертеңгі әдемі күндеріңізді ойларыңызға алып, сол күнді ойлаңыздар. Бүгінгінің бәрі жақсы, жаман қалды, жақсыны алып кетіңіздер. Мен қызыма не айтарымды білмей отырғанда балам орнына бетіп тұрды да, а теперь все стали деді ғой. Біз бәріміз, мен атып тұрдым, қуанып кеттім, что баламның сондай жерде шешім қабылдап кеткеніне, ақылдылығына, ана көрген затын қолданғанына. Тұрдық, а теперь давайте обнимемся деді. И қызымда бетіп құшақтадық, сол жерде тұрдық. И сол кезде ол айтты, осы өкпе бәрі осында қалсын, мен өзімнің қателігімді түсіндім, мен енді өз сабағыма өзім жауап беретіндей деңгейге жеттім деп. Мен де айттым, кешір Айгерім, осылай, мен де бар жүкті саған артып қойған екем, кешір, бірақ маған да қиын болды, мен әдейілеп істеген жоқпын деп та, ата-ананың баланың алдында өзінің қатесін мойындаған үлкен шаруа. Өйткені сіз де өзіңіздің әлсіз адам екеніңізді көрсетесіз. Мен балаларымды жұмсағанда айтам, сен маған көмектесе аласың ба, маған сенің көмегің қатты қажет болып тұр, көмектесші деп айтам. Бар істе деп айтпаймын. Балам айтады, мам, сіз солай жұмсай, что вам отказать невозможно дейді, понимаете? Вот сол кезде менің үш оқитын балам болса да, сол тапқырлығына, шеберлігіне қатты қуандым. Сол күннен бастап, қызым бізге естірте алғанына қуанды. Ол жылап жіберді, мен де жыладым. Сөйтіп бәріміз құшақтасып, содан кейін балам өз сабағына, мен сізге айтайын, балам НТ тапсыруға бара жатыр. Мен айттым, НТ-дан қандай баға алсаң да, сен менің алтын баламсың, сен менің қара патшамсың. Құласаң да, вообще еш переживать етпе дедім. Білесіз бе, менің балам 111 бала алып шықты. 120-дан. Мұғалімдер таңғалды. Мұғалімдер. Өйткені Серік Сариевті білесіз ғой? Иә. Маңғыстаудың мақтанышы. Бүкіл Қазақстанның мақтанышы. Сол кісіде менің кіші балам ұзақ уақыт жұмыс жасады. Хореограф болды, хореографический училище бітірді, колледж. Сол Серік Сариев мырза менің 60 жас тойыма келгенде маған айтты, мен сіздің отбасыңызды жақсы көретінім, сіздің балаларыңызда іштей бостандық бар деді ғой. Вот они свободны внутри. Олар ойында не келеді, соны айтады, оларды қабылдай ма, қабылдамай ма, оларда қорқыныш жоқ, они свободны деді. Мен сондай үлкен деңгейде жүрген азаматтың соны байқағанына қатты қуандым. Сондықтан енді мен баламның іштей өзінің еркіндігі, сонда оған көмектесіп тұр ғой, кіріп, отырып, сондай бір бейжай күйінде, беймарал дейді ғой оңтүстікте, сондай күйде от души шын мәнінде жүрегін салып не қылған, Алла ниетіне беріп тұрған шығар. Ойының бәрі бір жерде. Фокусқа қойып, қорқыныш жоқ. Қанша бала кетіп жатыр, 16-17 жаста суицид деген. Ол қандай тәрбие? Ата-анадан солай қорыққаны, қоғамнан қорыққаны. Это как солдат сияқты. Енді басталып жатқанда. Мен жүрегім ауырады. Мен кеше форумда выступать еттім, сол кезде бір кісі айтады. 250, 280, 450 адам жыл сайын разводтан кейін, ажырасқаннан кейін суицид болып жатыр. Мынау қандай цифра? Ажырасу деген ол үкім емес қой. Ол үкім емес. Өмір біткен жоқ. Өмір біткен жоқ. Бұл өмірдің келесі парағы ашылады деген сөз. Қайта сен сол өзіңнің отбасылық өміріңнен сабақ ал. Сен күйеуіңе ренжіме, сен әйеліңе ренжіме. Ол ажырасу деген ешқашан бір жақтың қатесі емес, ол екі жақтың да қатесі. Никогда бір жақтың қатесі болмайды. Сондықтан сен ол жерден сабақ ал, и мына азаматқа рахмет айт. Саған сондай сабақ бергеніне, сен ол адаммен піскеніңе, сен ол адаммен мықты болғаныңа. Азамат, мынау әйел адамға рахмет айту керек. Сондай 9 ай жүрегінің астында ана балаларды алып жүргеніне, оны ер адам біле алмайтын қиындықта туылатыны, одан кейін ол түнгі сағат 3-те жылағанда, мен тұрам ба, тұрмайым ба, тұрғым келеді ме деген әңгіме жоқ қой, әйел атып тұрады да сүтті жылытады. Автоматически. Оны қай ер азамат көтере алады? Біреу көтере алмайды. А сол жұмыстың бәрі, ол еңбегі еленбеген келіншек дүдамал болып қалады. Сондықтан кішкентай кезінен бастап жаңағы сенімділікті өзіне артып, тұлға ретінде өзін қабылдайтын болса, мен қазір балаларым үшін да, енді қазір жүріп кетсем де ризамын. Мен қоғамға мықты азаматпен мықты азаматша сыйладым, бірақ олардың өздерінің қателіктері болады. Кеше ғана менің балам 25-тегі
Әпа, сен балам келіп айтып отыр маған, мама, мен сізбен бір сөйлесуім керек, рұқсат па? Рұқсат. Менде бір қиын жағдай болып тұр. Мен сізге айтуға ұялдым, мен қарызымды өсіріп алдым. Мен осыдан 6 ай бұрын балама үлкен финансовый сабақ беріп, қаржы жөнінде. Былай істесін деген. Соны енді мен балам үшін эксперт болмай тұрмын ғой, тәлімгер болмай тұрмын, мен балам үшін ана болып тұрмын. Басқа балаларым уже үлкен, олар да мықты. Олар ай сайын Алла жанға береді ақша, ай сайын маған жібереді ақша. Мен балаларымнан 10-20 есе көп табам, бірақ олардың бәрі маған ақша жібереді. Ата-анаға деген қамқорлығын көрсетеді. Менің қызымның жолдасы 29 жасында пандемияның бірінші толқыны алып кетті. 3 ұлмен қалды. Кіші ұлы аутист. Сол қызым маған ай сайын ақша жібереді. Мен айтам, айналайын, ниетіңе рахмет. Мен енді сенен біраз көп табам. Мен әлі ақша табатында жағдайым бар. Сен көке 3 ұлың бар. Ана кіші ұлыңа көп ақша кетеді. Сен маған жібермей ақ қой. Ниетіңе рахмет, ризамын деймін ғой. Сонда ол былай деп айтты. Ол да орысша сөйлейтін қыз, енді папасы орысша мектеп. Мама, когда вы так говорите, вы задерживаете мой рост и развитие, деді ғой. Маған алғысыңызды айтыңызда, батаңызды беріңіз, мен өсейін деді. Вы же не против моего роста деді. Сіз өйтіп айтқанда менің өсуімді, өнімді тоқтатасыз. Сіз менің қамқорлығымызды қабылдап білсеңізші деді ғой. Алғыспен. Содан бері қалай маған түседі 2 баламнан. 3-ші балам әлі салмайды. Мен кәдімгі құбыла қараймын да, келініме, балама, қызыма батамды бере беремін. Мынау Алла, мынау бала. То есть мынау ата-ана, мынау бала. Алла солардың ортасындағы елші. Ата-ана бата берген сайын, мына баланың жұмысы жүре береді, ақшасы өсе береді. Сонан кейін сен қоғамға беріп атқан жаңағы благотворительность дейміз ғой, садақа. Садақаңды сауыңда бер дейді. Алланы адамдар қиналғанда іздейді. Сен сау күйіңде бер, күліп жүргенде бер, бірақ күнде беріп тұр. Сіздің азаматыңыз сізге 31 раушан гүл әкеледі. Сіздің көңіл күйіңіз қандай болады? Сіз қуанасыз, инстаграмға саласыз. Менің азаматым мынандай, қараңыздар қалай мені сыйлайды, қалай мені қадірлейді, қалай мені еркелетеді. Ол информация сіздің сана сезіміңізде 3 күн тұрады, 72 сағаттың ережесі деген болады. 72 сағат. 3 күннен кейін болды. Күнделікті өмір, қайда жүрсің, не істеп жатсың деген әңгіме басталады. Ал енді қараңыз, азаматыңыз сізге 31 гүлді бір күнде әкелмей, күнде бір гүл әкеп отырса. Сіз 31 күн сол тонуста жүресіз. Аллаға да солай беру керек. Алланы да сыйлап білу керек. Саған өмір берген Аллаға сен неге бермейсің? Саған уақыт берген Аллаға сен неге уақыт бөлмейсің? Сондықтан бұл жерде менің балаларымның бәрі духовное распределение денег дейді, руханият арқылы. Қаржы руханият арқылы келеді. Бәрі ойлайды, руханият бір бөлек, это мечеть, это тюбетейка, ақша бір бөлек. Жоқ. Екеуі бір медальдің екі жағы. Ақша деп кете береді. Сатылымды іздейді, маркетинг іздейді, жасанды интеллект іздейді. Руханият қалып бара жатады. Ал егер руханият пен ақшаны бірге жүргізсе, взлет кетеді ғой. Менде сондай болды. Мен 10 жыл жабылмаған қарызымды неге жаптым? Өйткені мен қарыз жабудағы бірінші қадамым Аллаға жақындау болды. Бірінші қадамым. Таңғы сағат 5:30-да тұрдым, дәрет алдым, жылы су іштім. Теңізге шықтым, 10.000 қадам жүрдім, 10.000 қадам жүргенде сол 10.000 қадамда зікір жасадым. Алланың атын айтам, Аль-Фатиха деген сураны, содан 100 рет астағфируllахты айтам, кешірім сұраймын. Кәдімгі жылап тұрып кешірім сұраймын. Тағы да Аль-Фатихтаны айтам да, одан кейін 100 рет Альхамдулиллахты айтам. Аллаға ризашылығымды, шүкіршілігімді айтам. Одан кейін тағы да Аль-Фатиханы айтам да, ля илаха илаллах, Мұхаммед Расулуллах 100 рет айтам. Содан кейін 100 зат сұрасаңыз да бәрі болады. Алламен де сөйлесіп білу керек. Алламен де қарым-қатынас құрып білу керек. Сіз Құдамен қарым-қатынас құрасыз. Әріптестеріңізбен қарым-қатынас құрасыз. Достарыңызбен қарым-қатынас құрасыз. Алламен қандай қарым-қатынасыңыз бар? Ақшамен қандай қарым-қатынасыңыз бар? Адамдар Алламен, ақшамен қарым-қатынас құрмайды. Қателік сонда. Қаржылай сауаттылық бәрінде бар. Кіріс пен шығысты бәрі біледі. Онда неге екі қазақтың бірі кредитта жүр? Онда неге екі қазақтың бірі қарызда жүр? Өйткені ақшамен қарым-қатынас құрып білмейді. Сол енді мен балаларыма үйреткенім мынау кенжем ғой. Кенжеме кішкене бос қарайтын болып тұрмын ғой. Сол енді кеше маған келді. Сосын мен айттым. Мен қазір сенің ол қарызыңды мен бүйтіп бір күнде бір сағатта жауып тастай аламын. Бірақ дедім, сен одан сабақ алмайсың. Ертең мен өткен 7 қадамды сен де істе. Таңғы 5-те тұрасың, екеуміз шығамыз, сен де зікір айтасың,
осыны давай бастайық, сол 7 қадамды саған үйретейін, сонда сен не только жалғыз ғана қарыздан құтылып қоймайсың, сен кәдімгі ақшаның астында қаласың дедім. Міне шүкір Алла деп айтайын да, бір Алланың арқасында. Сондықтан балам екеуміз бүгін бірінші қадам жасадық. Қадам жасап сізге келіп отырмыз. Бүгін бірінші рет таңға шықтық. Оқушыларымды көп көрдім, бірақ балам екеуміз шықтық. Енді ата-ананың арманы, негізгі миссиясы балдарының жақсы болуы ғой. Тура сол сияқты осындай әке-шешені сыйлайтын, әрқашан солай тәрбиелеу үшін не жасау керек деп едім, өзіңіз үшінші ұлыңызбен айтып отырсыз. Үлкен инсайтпен бөлістіңіз. Да, өйткені біздің енді отбасыда менің ұлым осы өзі келінмен танысқанда айтады, мойнымнан ауыр жүк түскендей болды дейді. Неге десем айтады, мен үнемі ойлайтынмын дейді. Қандай қызға үйленеді екенмін, қандай қызға үйленеді екенмін. Осы қызды танысқанда мойнымнан жүк түсіп, прям қуандым дейді. Бірінші көргенім ата-анасын біз сияқты сыйлайды екен дейді. Көрдіңіз ба? Вот. Көрдіңіз ба? Өйткені егер сіздің балаңызда болашақ келіншегінің образы болмаса, ол үйленеді, бірақ үйлену безобразный болуы мүмкін. Егер қыз балада бәрі тұрмысқа шыққысы келеді, бірақ болашақ азаматының образы жоқ. Тоже брак может быть безобразный. Да. Ол әке-шешесі біздей болу шарт емес. Бірақ образ. Сен үйде қандай ұстанымда? Үлкенді сыйлау, жаңағы сөзді бөлмеу, үйдің жұмысын істеу, кәдімгі жаңағы шын ниетпен көмектесу. Мен қалай деп айтсам болады сізге? 6 жыл болды күйеу баламның қайтқанына. Сол күйеу балам қайтқан күннен бастап інісі апасына ақша салып отырады. Бір айын үзген емес. Вот қараңызшы, 6 жыл. Тек қана жіберетін көмегін өсіріп жатыр. Өзінің оған берген сайын бұның да табысы өсіп жатыр. Бауырына деген ықыласы, ниеті. Ол жаңа біреу келіншегіне дейді ғой, жоқ, азаматтан, бәрі азаматтан. Менің балам келіншегінің де көңілін тауып біледі. Ол келіншегіне бүйтіп сайқымазақ болып, жаңа бірдеңе айтып, алдап жіберіп жүрген жоқ. Ол бауыры бар екенін, бір ғана апасы екенін көрсетеді. Және оның қазір қиын жағдайда жүргенін. Менің қызым, баласы аутист болса да, қазір 2-ның бірінде аутист болып кетті ғой, өкінішке орай. Білмеймін, бұл заманның Алланың беріп жатқан бір сынағы ма. Сондай баласы ауру келіншектердің жанында болып қалсам, сен өзіңнің бақытты екеніңе кінәлі сезініп бастайсың. Ондай да момент болды. Например, жаңағы балалары ауру келіншектер грусть етіп бастайды, вот, мне плохо, осылай, мен не үшін деген сияқты. Сен өзің қуыстанып бастайсың да? А менің қызым жан-жағына нұрын шашып жүреді. Анада ауру бала бар деп айтпайсың. Көмекшім, менің ақылшым, не ақыл, өзі тета-практик, это как 10 психологов. Екі балам да содан ақыл алады. Қанша адамға көмектесіп, қанша адамның өмірін ашып беруге көмектесіп жатыр да. Елдің ықыласына, недавно баласына 2 операция жасады. Шүкір Алла, бір 2 жылда сөйлеп кетіп, нормотипичный бала болады деп жатыр. Бірақ менің қызым уже успокоилась, ол күтпейді. Ол уже баласын қабылдады, қуанышты өмір сүреді. Гречканы шашып тастаса, күліп жүріп жинайды. Залдың ортасына ұлы ретпен отырып кетсе, күліп жүріп жинайды. Сондықтан ойлаймын, енді бір ойлаймын, неге қызыма сондай сынақ берді екен деп. Бірақ қызымды көремді, өзім айтамын, Шолпан, сол сынақ түскен қызым күліп жүргенде саған енді ренжу ұят болады. Сол сөйтіп бір-бірін сыйлайтында, ол да қолынан келген ақылын бәрін бауырына беруге. Ал енді бұл сыйластықты көрген келін де сыйлайды, күйеу бала да сыйлайды. Сол айтып отырған ұстаным сол, үлкенді сыйлау. Және тағы бір затты айтып кетейінші. Баланы қалай тәрбиелеу керек? Ең бірінші балады ұлы тұлға көру. Екінші үлкенді сыйлау. Үшінші қаржымен қарым-қатынасын үйрету. Төртінші адамдарды қабылдап білу. Ешкімді өзгертпеу, ешкімге жалғыз етпеу, ешкімді кінәламау, жауапкершілікті және өз өміріңе өзіңе жауапкершілік алу. Осы ең үлкені. Бала өз өміріне өзі жауапкершілік. Үш алды ма, өзі кінәлі. Бірдеңе болмай қалды ма, өзі кінәлі. Соны стрелканың бәрі өзіне келу керек қой. Сонда ғана ол ешкімге ренжімей, соны орыста бір жақсы сөз бар. Не управляйте обидами, управляйте ожиданиями. Біз күтеміз,
сіздің азаматыңыз сізден бір күтеді, сіз істемейсіз, ол ренжиді. Сіз азаматыңыздан күтесіз, ол істемейді, сіз ренжисіз. Мен үйрендім, балаларыма да үйреттім, тек қана Алладан күтіңдер, өзіңнен күт, басқа ешкімнен күтпе. Біреу сәл жақсылық жасаса, мен біреу күліп қараса, мен уже жақсылық жасағым келіп тұрады. Вот сондай болу керек та. Сондықтан балаларым бір-біріне көмектесуге дайын. Тағы бір оқиға айтып кетейін. Екі балам машинада келе жатқан ғой. Баламның досы мен оның келіншегі де сол машинада келе жатқан. Балам за рулем. Інісі артынан айтады: аға, мен бүгін бір жерге барайын деп едім, рұқсат па дейді. Және сіз деп сөйлейді. Сөйтсе ана қыз айтты: это что такое деп. Это что, вы чужие, что ли? И почему он у тебя отпрашивается, он же взрослый деп. Сосын мен балам айтыпты, үлкен балам: ну, у нас так заведено. Я буду знать, где он, куда он пошел. То есть я буду спокойна за него. И он просто ставит меня в известность и заодно отпрашивается. Я у мамы отпрашиваю. Например, балаларым қазір үлкен ғой, келіп кетсе. Содан кейін никогда балаларымның ақшасына кіріскен емеспін. Контроль бақылаған емеспін, сұраған емеспін. Қиындықтардан да өздері өтсін. Балаларымның бәрі қиындықтан өтті. Ломбардқа да салған күндер болыпты. Кейін уже дұрыс болған кездерінде айтып жатыр ғой маған: мама, бізде осындай болған, ломбардқа да салдық, қиналдық, үйттік бүйттік деп. Бірақ сол менен көргендерін істеп, іштей не қылып, тағы табыс тауып, қосымша табыс тауып, балам машинада жуды, таксовать та етті, официант та болды. Еңбектен ұялмау керек. Мен сізге айтайын, мен кәдімгі бүкіл батыстың директоры болып тұрғанда, менің 10-шы класс оқитын қызым менің офисімді жуды. Еңбек. Мен айттым: ақша тапқың келе ма? Міне 100 мың, или ол кезде 50 мың ба? 50 мың карманный расходы. Сен уже үлкен қызсың, баратын жерің бар. Күнде 1 сағатыңды бөл, кел, тап-таза қылып жуып кет, мен біреуге төлегенше саған төлейін. Сонда мен қызым айтады: сіздің кабинетіңізді жуғанда мен қуанып шығатым дейді. Басқа кабинет жуғанда ұялып жүретім дейді. Ой, міне пол жуғызып қойыпты. Не жетпеді екен? Бір қыз. Я, бір қыз. Сол пол жуғанның арқасында еңбектің дәмін, ақшаның құндылығын білгеннің арқасында қазір сондай болып жүр. Қараңыз, алмасу заңы бар. Алмасу заңы. Бұл Алланың заңы, алмасу заңы. Сол алмасу заңы бұзылса, бұзған адам, бұзған жақ, ол өспейді, өнбейді. Бала туылады, кішкентай нәресте туылады. Ата-анасы қуанады, жауапкершілік сезінеді, махаббаты оянады. Ана балаға Аллам, сол бала, кішкентай бала сондай бір керемет көңіл күй сыйлайды. Ата-анасына бала сыйлап тұр. Ал ата-ана оған не береді? Ата-ана оған қамқорлық береді, тамақ береді, киім береді, қауіпсіздік береді, махаббатын береді. Міне. Одан кейін ол бала бірге толады, біз айтамыз: горшокқа бар дейміз. Ол бүйтіп барады, ол тағы бізді бір міндеттен құтқарғанына біз қуанамыз. Ол өскен кезде мусор шығар дейміз. Ол қоқысты шығарады, тағы да қуанамыз. Міне, ол үй жинап бастайды, есік алып. Сонда алмасу заңы. Ал енді баласы тек бере бер. Наркоман, лудоман деген қайдан шығып жатыр? Тек қана өмірден алып білген, бірақ беріп білмейтін балалардан шығады. Қайтарымы жоқ. Сондықтан осының бәрі тәрбие. Менде архитектура семейного счастья деген тренинг бар, отбасының құндылығы туралы. Менің жолдасым бір рет маған айтты: Шолпан, неге сен ақша туралы айта бересің, елге неге сен отбасы туралы айтпайсың деп. Сосын айттым: отбасы туралы деген темаға кіргім келмейді. Өйткені біреудің әйелі дұрыс, біреудің күйеуі дұрыс емес. Қай семьяға түсесің? Әр семья индивидуальный ғой. Не хочу дедім. Сосын айтты: азыря деді. Сен талай отбасын құтқаратын едің деді. Біздің де отбасымыз жоқ болып кетті ғой деді. Шоқтың астында, күлдің астында қалған шоқты үрлеп, сен үлкен алауға айналдырдың. Сол алауға қазір біз бүкіл отбасымызбен жылынып, біздің отбасымыз қазір рай на земле деді. Место силы деді. Соны 24 жыл апрельде жолдасым кетіп қалды. 3 күннің ішінде сол кеткеннен кейін, бір 6 айдан кейін осы тренингті істедім мен. Сол азаматымның рухына арнап, соны айтып кеткен әңгімесі еді ау деп. Сол бүкіл Қазақстанды мен аралап шықтым осы тренингпен. Сонда адамдардың айтқаны: туған күніме көп адамнан сообщение келді. Сіз мені танымайсыз, бірақ менің отбасымды сақтап қалдыңыз. Сіз мені танымайсыз, менің жанұям сізге алғыс айтады деп. Сол енді шүкір, қолдан келгенше өзімнің деңгейімде еліме, халқыма қызмет жасап жатырмын. Оны біреу біледі, біреу білмейді. Бірақ мен адамдарға ұнау, адамдар біліп жатыр ма, маған неге? Менде ондай мақсат жоқ.
Өйткені мен оны шынымды айтайын, даже адамдар үшін емес, Алланың разылығы үшін істеймін. Ертең мен барғанда айтады, мен саған осындай жол бердім, осындай, жоқ, мен саған осындай қиындық бердім, сен соны жеңіп шықтың, сен неге кіммен бөлістің деген әңгіме болады ғой. Сондықтан менің бетім ашылу керек. Мен айтқым келетіні бір өкініштісі, менде қазақша тегін сабақтар бар, қолжетімді сабақтар бар. 14 мың, 35 мың, қарыздан қалай шығу, қымбатырағы бар. Бизнесмендерге арналған премиум класс бар. Енді орысша сабаққа 150 адам келсе, қазақша сабаққа 15 адам келеді ғой. И то келіп оқымайды. Міндет. Былай. Мен төледім, не істеймін? Мен миллионер қылып шығар деген да. Адамдар бойына әлі жауапкершілік алып үйренбеген, және білімнің құндылығын білмейді. Білім, сен мына жерде тұрсың, сен білімді болсаң шықпайсың ба? Сен неге мына жерде тұрсың? Сен неге әлі күнге дейін 300 мың аласың? Сен неге әлі күнге дейін 500 мың аласың? Неге 5 миллион емес? Соны білмейді ана білімнің жоқтығын. Бір жігіт келіп маған индивидуальный консультация төлеп отыр. Сонымен жаңағы рухани ақшаны бөлуді көрсетіп отырсам, маған айтады, ой апа, ақша болса өзім де білем қалай бөлу керек екенін. Мен айттым, сенің өзің білгеннен сенде ақша жоқ. Түсіндіңіз ба? Бізде өзім білем деген құртады ғой. Мен айттым, сен өзім білем дегендіктен сенде ақша жоқ дедім. Сен білімнің құндылығын қазір жоққа шығарып тұрсың. Сен неге маған ақша төлеп отырсың дедім. Неге сен маған ақша төлеп, мен бергенімді алмай отырсың? Сонда ғана барып ол кісінің сана сезіміне жаңа мен айтқан сөзім жетті. Мен айттым, ақшаңды қайтып ал да кете бер дедім. Саған қонбайды мынау, сен результат бермейсің дедім. Сен қарыздан, қиындықтан шықпайсың, осылай жүре бересің, потому что сен қабылдауға дайын емессің. Ақша, үлкен ақша, жай ақша бәріне келеді. Бәрі тамақ жеп, ұйықтап, туалетке барып жүр ғой. Оның атын пропитание дейді. А процветание үлкен ақша. Үлкен ақша келеді дайын адамға. Ол қалай дайын болу керек? 3 түрде. Оның руханияты дайын болу керек. Оның ойлау қабілеті дайын болу керек. Оның физикасы дайын болу керек. Денесі дайын болу керек. Осы үшеуінің біреуі ақсап жатса келмейді. Сіз білесіз бе, менде қазір оқып жатқан 42 елдің өкілдері. 42. Швейцария, Швеция, Финляндия, Португалия, Израиль, Англия, Америка, Исландия. Енді мына СНГ-ны айтпай-ақ қояйын. Южная Корея, Дубай, Турция бәрі оқиды. 20-30 жыл бұрын кетіп қалған орыстар, қазақтар оқиды. Руханият жетіспей тұр ғой. Ақша бәрінде көбісінде бар, руханиятқа келіп жатыр. Енді біздің елде келеді деп ойлаймын. Жай. Мен енді шегініп жатқан жоқпын, бірақ сынауға бізде бірінші орында. Неге сен орысша сөйлейсің, неге сен қазақша сөйлемейсің, неге сен орамал тақпайсың? В общем, маған айтылатын сын көп. Мен айттым, көке, неге мен ұрса бересіңдер? Прям рилс шығардым. Неге мен ұрса бересіңдер? Мен ұрысқанша мен тегін сабағымды оқып, кішкене қарызын жауып, рассрочканы жауып, уже сана сезіміңді бай адамның ойлау қабілетіне ауыстырсайшы, бай адам ешкімді ұрыспайды. Ол үнемі бақытты болып жүреді. Бақытты адам ешкімді ұрыспайды ғой. Ұрса беретін бақытсыз адам. Қазақстандағы соңғы жылдары ажырасу өте көп болып кетті. 30-40% қосылған некелер ажырасып жатыр. Соның салдары неден деп ойлайсыз? Және де тұрмыс құрған уақыттағы неке келісім шарты болғанын дұрыс деп ойлайсыз ба? Жақсы сұрақ. 24 жылы 120 жұп неке қиылысқан, оның 40 мың жұбы айырылысқан, 30% жасы айтып отырған. Сонда біздің қоғам 80 мың ішкі жан дүниесі аласапыран болып жатқан адамды алып тұр ғой. Кәдімгі қоғамға пайда әкелмейтін, іштей жан күйзелісте, қиналыста, тұғырыққа тіреліп жүрген адамдар болып тұр, түсіндіңіз да? Сондықтан менің ең бірінші ойым, жігіт те қыз да отбасын құруға, үйленуге дайындықсыз келіп тұр ғой, дайындықсыз келіп тұр. Отбасын құру, ол жалғыз ғана төсекте бірге жату емес. Ұят болса да айтайын. Бірге отырып тамақ жеп, инстаграмға түсу емес. Вообще отбасы бұл ең үлкен жұмыс. Сенің бизнесіңнен да, сенің жұмысыңнан да үлкен жұмыс. Осы жұмысты дұрыс атқарып білген адам ғана қоғамда мықты жетістікке жете алады. Өйткені отбасы ол ішкі дүние. Ішкі дүниені дұрыстаған адам ғана сыртқы дүниеде үлкен жетістікке жете алады. Ал енді қыз дайын емес. Қыз біреуге қызмет жасауға дайын емес. Эго мына жерде тұр. Бұлақ өзінің суын ішпейді. Ағаш өзінің жемісін жемейді. Гүл өзінің иісін сезбейді. Бұл Алланың жаратушының жасаған бұйымдары. Олардың бәрі адамға қызмет жасау үшін жаралған. Ал адам да Алланың жаратылысы.
Бұл не деген сөз? Адам да біреуге қызмет жасау керек. Сол қызмет жасауды көп адам дұрыс түсінбейді. Қызмет жасау бүйтіп тұру емес. Қызмет жасау азаматты сыйлау. Қызмет жасау отбасына дайындықпен келу. Мынау ағзамның дайындығы неде? Сен кәмелетке толып, жыныстық қатынасқа түсіп, бала тууға дайынсың деген сөз. Тағы не? Психологиялық тұрғыда қызмет жасап, тамақты істеп, азаматыңның ата-енесіне қызмет көрсетуге дайынсың деген сөз. Экономикалық түрдегі дайындық деген не? Сен өзіңнің мамандығың бар. Сен егер азаматың үйде отыр десе, жоқ мен қоғамға шығып табыс тапсам бола ма дегенде дайын болуыңның соның нәтижесі. Сен дайындығың сол. Физикалық түрде, руханият, психологиялық түрде және экономикалық түрде сен дайын болуың керек. Бұл әйел адамның дайындығы. Және сен өзіңнің отбасыңды азаматыңның күш алатын жеріне айналдыруың керек. Балаларының күш алатын жеріне. Азаматтың қоғамда и так-та қазір бар ғой, жесткий ритм современной жизни. Қиналып келген кезде отбасыда демалып, өзін-өзі қалыпқа келтіріп, келесі күнге бар ғой, яғни арыстан құсап шығу керек қой, тигр құсап шығу керек. Оның орнына ол ұрыс естиді, талап қояды, жаңағы мамасын, анасына былай айтады, келіншегіне былай айтады, азамат үйден қашып кеткісі келіп шығады. Бұл әйел адамның дайындығы. Ол рухани, морально түрде дайын болып келу керек. Ал ер азамат қалай дайын болу керек? Көке, ер азаматсың ғой сен. Сен асқартаусың. Сен егер бір қызды қолынан жетелеп өз үйіңе алып келсең, сол қыз үшін сен 100% емес, 1000% сен жауапкершілік мойныңа алуың керек. Әйел адам ер азаматқа Алладан беріліп жатқан аманат. Аманат қой. Әйел адамға жүк салып, сен ақша тап, сен бүйт, сен бүйт. Сен полностью жауапкершілік алған азамат қана мен нағыз азамат деп айта аламын. Ол азамат тоже бойынан 3 сатты табу керек, іздеу керек. Ең бірінші, ол өзінің әйеліне, өзінің жан жарына физикалық түрде қысым жасамау керек, қол жұмсамау керек, қауіпсіздік беру керек, физикалық қауіпсіздік. Мені ұрат деп жүрген келіншектер, ол өтірік айтып бастайды, потому что қорқады. Бір өтірік, ол өтірік қайдан шықты? Мынау өтірік айтады дейді. Ол өтірік сенен шықты. Сен қол жұмсадың, ол сенен қорқады. Ер азамат осыны, ол өзінің күшін бар ғой, қолмен дәлелдеп тұр ғой. Кез келген ер азамат әйел адамнан мықты ғой, күші мықты. Ол оның рухани дәрменсіздігінде, оның саясатының жоқ екенінде, рухани дәрменсіздігінде, сана сезімінің өте таяз ретінде. Қол жұмсаған адам сол. Екінші қандай қауіпсіздік беру керек? Психологиялық түрде. Әйел адам білу керек. Кез келген жағдайда азаматы оны қорғайтынын. Даже ол әйел дұрыс жасамаса да оның азаматын қорғайтын. Қоғамның алдында, туған туысқанның алдында бұл менің отбасым, бұл менің әйелім деп қорғау керек. Үйіңе барда ұрыс. Үйіңе барда айт, мына жерің дұрыс емес, мына жерің дұрыс емес. Неге? Мен сені елдің алдында қорғадым. Сен неге былай істедің деп әйеліңнің өзіне тет айт, көзінше айт. Қорғаныс жоқ әйел уже, біз әйел адамдар неге қателік жасайды? Біз алдымен айтамыз, содан кейін ойланамыз. Біздің сөзіміз бірінші кетіп жатады ойдан гөрі. Эмоцияға беріліп кетеміз. Мы можем слюнями разбрасываться, мужчина не может. Потом, ал үшінші тұрғыда, міне, физикалық қауіпсіздік, рухани, психологиялық қауіпсіздік, үшіншісі экономикалық қауіпсіздік, қаржылай қауіпсіздік. Әйеліне жұмыста жасатпайды, өзі де таппайды. Содан тағы мынандай сұрақ. Кім ұстау керек ақшаны? Үйде. Ер азамат па, әйел азамат па? Вечный спор ғой. И конкуренция болады. Анандай, қалай деп айтсам болады? Бақылау болады, конкуренция болады. Сен неге конкуренция істеп тұрсың? Сен неге сотрудничать етпейсің? Түсіндіңіз ба? Бар энергия ақшаға. Қараңыз, ақша қуатқа келеді, ақша энергияға келеді. Сол ақша келетін энергияны мынау ұрысатын отбасында слив болады ғой. Ақшаға келетін энергия ұрысқа кетіп қалды да, бітті, ақша жоқ. Ақшаға келетін энергия керіске кетіп қалды да, тағы да жоқ. Ақшаға келетін энергия ренішке кетіп қалды. Бір апта бір-бірімізбен сөйлеспей жүреміз. Қайықтың ақшасы? Қайықтың ақшасы? Кеше мен бір эксперимент көрсеттім форумда. Ер азамат тұр, әйел артынан итеріп жатыр. Жүрмейді. Бұл метод жұмыс жасамай ма? Әйел алдынан шығады да тартып, тағы жүрмейді. Ана әйел де шаршайды. Или әйелді қойып, ер азаматты. Ана әйел де қырсығып жүрмейді ғой.
сол екеуі бір жерде тұрады, міне керіс, ұрыс, реніш. Ал енді мен азаматыма айтсам, сенің арманың қандай? Қараңызшы, сіз айттыңыз ғой, азаматты қалай оқуға алып келіп қоюға болады? Ер азаматқа сұрасаңыз, сенің арманың қандай? Бала кездегі арманың қандай? Үлкейгендегі арманың қандай? Орындалып жатыр ма? Орындалмаса, бірге отырып жазайық. Менің арманымды жазайық, сенің арманыңды жазайық. Біртіндеп орындайық. Сен іштей бақытты болғаныңды қалаймын. Мен қолымнан келер көмектесуге. Қалай ойлайсың? Сенің арманың қандай десе, жолдасыңыз айтуы мүмкін, сенің не шаруаң бар деп. Сіздің бетіңіз қайтып қалуы мүмкін. Өйткені ол бұрын сізден ондай әңгіме естімеген. Неге саған ақша керек па дейді. Көрдіңіз ба? Біз уже қарым қатынасты әңгіме арқылы танудан кеткенбіз. Біз тек қана мынау тұрмыстық жағдайда ғана сөйлесеміз. Тамақ бар ма? Ананы әкелу керек, той жасау керек, болды. Сіздің жүрегіңізде сөйлесу жоқ. Қиындық туралы осылай конструктивно отырып сөйлесу, ол уже навык зрелых людей, ол уже өзі осознанный, сана сезімі ашық, көкірегі ашық, көзі ашық адамдардың машығы. А мынау ұрысқанды жақсы көреміз, ұрысқанды жақсы білеміз мынаны. Сондықтан сөйлесіп білу де өнер. Сөйлесіп білу де өнер. Сіз оған деп кеп айттыңыз, ол сізді басып тастады, сіз кеттіңіз, жылайсыз, айтасыз, мен айттым, ол түсінбеді. А сіз тағы айтыңыз. Ана азаматыңыздың беті бері қарағанша айта беріңіз. Мен Алладан сұрайтын, азаматымның ойын тазарт деп. Мен азаматыма күшім келмеді. Бітті, мен қабылдадым, бірақ Алладан сұрай бердім. Вот Алла соның бәрін істеді. Сондықтан бұл жерде әйел адамның да, ер азаматтың да бір-біріне қалай влиять етуі, ықпал етуі, ол өзін өзгертуі және Алладан сұрауы. Сондықтан мен әйел адамның 3 пунктін айтып бердім. Ер азаматтың 3 пунктін айтып бердім. Енді отбасы деген не? Отбасы мына пирамида ғой, пирамида. Отбасы, сіз қараңызшы, сіз қазір журналист болып істейтін шығарсыз. Мүмкін бір сіз мекемеде жұмыс жасайтын шығарсыз. Сіз ол мекемеге барғанда сізге сіздің орындайтын шарттарыңызды берген жоқ па, обязательство? Сіз соны орындайсыз, сізге еңбекақы төлейді, дұрыс па? Неге отбасын құрарда біз бір-бірімізбен сондай келіссөз жүргізбейміз? Хотя бы ауызша. Мен үйді мойныма алайын, сен түзді мойныңа ал. Сен ақша тауып әкел, мен соны құрастырайын үйде. Сен маған бар ақшаны бермей қой. Сен осы ком услугаға төлейтін, тамаққа төлейтін, балалардың расходын төлейтін, маған кішкене ақша беріп қой. Сонымен біз өсейік. Сен ол ақшаны жина, егер әйел сөйтіп айтса. Азамат қуанады ғой. Ал егер менің қолым кішкене бос болып жатса, мен саған көмектесіп табыс табайын. Кім айтады ондай әңгімені? Ешкім айтпайды. Бәрі гүл, свадебное платье, құдалық. Потом удар. Кредитке той. Ақша жоқ, кредитке ата-ені сұрсу мүмкін, сендер үшін кредит алдық. Анау ақша, знаете, қазақтың ең үлкен кемшілігі, то есть қатесі, кемшілігі деп айтпайын. Каспийдің ақшасын өзінің ақшасы сияқты алады ғой. Иә, өзінің компаниясынан алып. Өзінің ақшасы сияқты. Ол біреудің ақшасын өзінің деп. Вот қараңыз. Біз біреудің ақшасын аламыз, но өйтіп маңдай термен тапқан өзіміздің ақшамызды санап береміз. А еще көбейтіп береміз. Міне, қате сонда. Ол ақшаға ешқандай үміт қоймау керек, оған рассчитывать етпеу керек, тек қана өзіңе. Мен сізге айтайын, қазақтар деген, мен қазақ сияқты талантлы адам көрген жоқпын. Қазақтың әр азаматы айына 5 миллион таба алатын, любой тұлғаға сондай ақша тауып бере алатын, мен оның ішкі жан дүниесін шығара аламын. Біздің компанияның девизі былай: мы помогаем человеку найти то великое, что вложил в него Всевышний. Жаратушы бәрімізді таланттырып жаратты, бәрімізді дарындырып жаратты. Қиындық 98% қазақтар өзінің мықты жағын іздемейді. Күн көріспен жүре береді, іздемейді. Менің мықты жағым қайда? Ол маған қалай ақша келуі мүмкін? Сондықтан ажырасуды ойға алмай, ажырасу деген сөзге энергия бермей, эмоцияға берілмей, уже өзін-өзі сыйлап білетін адамдар кәдімгі жүріп жүрген кезде отбасын құрардың алдында айту керек. Сен менен не күтесің? Мен саған не бере алам? Айту керек қой, әйел адам айту керек. Сен менен не күтесің? А мен саған айтайын, соны бере алам ба, бере алмайым ба? Сен ертең маған претензия қойып жүрме. А мен сенен мынаны күтем. Болды. Ер азамат айту керек, менің киімім түктеліп тұру керек, тамағым істелініп тұру керек, отбасыда береке болу керек. Мен сені обеспечивать етем деген аузынан сөз шығу керек қой.
Вот сөйтіп хотя бы ауызша келісіп алу керек. Қағаз жүзіне әлі жеткен жоқпыз қазақтар. Сол қазақта Қағаз жүзінде жеткізейік десек, мынау ақша ойлап отыр деп шығады. А неге мен ойламаймын? Неге мен ойламаймын? ертең баланы қалай асырайды? Да, неге мен ойламаймын? Мен азаматымның жаңағы азаматтық борышын, оның бойындағы жауапкершілігін ашып білетін әйел болуым керек. Мен оны бүйте берсем, тепличный условияда характер не закаляется. Мен бірінші адам болуым керек, оның ішіндегі бар жақсысын ашып өмірге көрсететін. Ол менің айтқан талаптарымды орындаймын деп, может, ол одан да көп тауып бастайды. Түсіндіңіз ба? Әйел адам ер азаматтың бақытының да жоқ болып кетуінің де ең басты себепшісі. Сондықтан ер азаматты танкқа теңейді ғой, танк, кәдімгі мощь, сила, железобетонный тұр. Бірақ оның оталуы кілтіне байланысты. Сол кілті әйелі. Көрдіңіз ба? Әйел адамнан көп зат. Сонан кейін әйел адамдар айтады маған, неге мен бірінші сөйлеуім керек, неге мен оған айтуым керек, неге мен оған подсказка беруім керек, ол өзі білмейді деп. Мен сізге айтайын. Әйел адам, Аллажан бізді сондай қылып жаратты. Жаңағы қызға 40 үйден тыю дейді. Қыздың 40 жаны бар дейді. Соны бәрі бекер айтылмаған. Қазақтың мақал мәтелі кәдімгі философия мен тренинг, оқу, сабақ. Бірақ көп адам оның күшін біле бермейді. Сол сөзді айтқым келіп отыр. Қазақтың әйелі, любой әйел, ол сізбен сөйлесіп отырып та қуат аламын. Жұмыстан да қуат аламын. Тамақ дайындағаннан да қуат аламын. Үй жинап кір жуғаннан да қуат аламын. Өзіме бір дүние сатып алып алсам да, табиғаттан қуат аламын. Шопинг, магазинге барсам да қуат аламын. Әйел адам кез келген заттан қуатты алады да, тез өзін толтыра алады. Энергия алады. Содан ол, ал ер азамат сол шабыттандыратын, өмірге құлшыныс беретін энергияны ер азамат тек әйелден ғана алады. Вот біз соны түсінуіміз керек. Біз алатын затымыз көп, ер азамат бізден ғана алады. Вот сондықтан біз всегда должны быть наполненные. Және келіссөз не береді? Айқындық береді. Сіз тұман болып тұрса, жай жүресіз. Ашық ауа райы болса, жақсы жүресіз. Әйел адам отбасын құрар кезде, ер азамат отбасын құрар кезде екеуінде де айқындық болу керек. Мен жаңа сізге айттым ғой, міне есіме түсті. Сіз қоғамға келдіңіз, өзіңіздің нақышыңызды, өзіңіздің жаңа білетін өнеріңізді бердіңіз, қоғам сізге ақша төледі. А мен отбасына келгенде мен өзімнің бойымдағы бар талантымды берейін. Бұның құндылығы енді ақшамен есептелінбейді. Сондықтан тура сол қоғамға берілетін зат бұл жерде де, бірақ сен бұл жерде көп аласың. Шолпан ханым, бүгінгі жобамызға келгеніңізге үлкен рахмет. Коуч ретінде, бизнес-вумен ретінде барлығы біледі, үлкен көмегіңізді тигізіп жүрсіз. Бұл жерде біз өзіміздің сұрақтарымыз арқылы осындай тұлға қалай жетті? Қандай ана болды, қандай әйел болды, балалық шаққа оралып, қандай қасиеттеріңізбен осы дәрежеге жеткеніңізді айтып бергеніңізге, уақытыңызды бөлгеніңізге үлкен рахмет. Рахмет, сіздердің сенімдеріңізге рахмет. Алла қаласа осы білім бір адамға пайдалы болса, біз бүгін уақытты бекер өткізбедік деп ойлаймын. Ал ағайын, айналайын ағайын, әсіресе жастар, жаныңда бір сөз бүкіл өміріңді өзгертуіне болады. Сондықтан кішкене мынау бастағы миды қозғалтып біліңдер. Ми қозғалған сәттен бастап ақша келіп бастайды. Ми қозғалған сәттен бастап сіздің өміріңізге жақсылық келіп бастайды. Өйткені Аллажан сізді жақсылық үшін жаратты. Сіз Алланың жаратылысысыз. Ол сізді бақыт үшін жаратты. Соны түсініңіздер. Ол сізді кредит үшін, қиналу үшін, ажырасу үшін жаратқан жоқ. Ол сізді бақыт, қуаныш, осы өмірде бір үлкен руханият, өзіңіздің болмысыңызбен осы әлемге, жерге келгенде бір пайда келу үшін жаратты. Өзіңізді ізденіңіздер, қоғамға пайда келіңіздер, еліңіздің болашағын ойлаңыздар. Елінің болашағын ойлаған адам мықты ұл қыз тәрбиелей алады деп есептеймін. Егер бүгінгі біздің сұхбатымыз сізге кішкене пайдалы болса, осы сұхбаттың астына комментарий жазып, не алдыңыздар, соны біліңіздер, соны жазыңыздар. Мен қазір күтпеген тосын сыйлық жасайын деп отырмын. Бүгінгі сұхбаттан не алдыңыздар? 3 инсайт жасыңыздар, 3 түйін. Сол алғашқы жазылған емес, соның ішінен бір 7 деген цифраны жақсы көремін, санды. Сол 7 адамға менің енді қарыз емеспін, больше не должна деген кітабымды сіздерге сыйға тартамын. Егер сіздердің жауаптарыңыз біздің көңілімізден шықса. Рахмет үлкен.